Саламатсыздар? Ассаламу алейкум. По-казахски, по-русски, как вам выгодно? Без разницы. Мен есімім Алмас Құралович. Мен осы Алматы қаласының жануарлар қорғау бөлімінің директоры болып являюсь, да, вот. Вот на жерде сіздер суретке түсіп жатсыздар. Фото сделали, да, вот здесь. Разрешение есть у вас, чтобы здесь сниматься? А какое разрешение? Біріншіден, бұл жерде акимат кешеден бері заң қабылдадық. Осы жерде фонтанға қарап кім суретке түссе, сол 2 пачка абайнос, вот, как говорится, штраф төлеу керек. Какой штраф? Абайнос. А какой это закон? 41-ші баптың 14-ші тармағында абайнос деген оқысаңыз болады. 2 насыбай төлеу керексіз. 2 насыбай? 2 насыбай. Бар ма насыбайларыңыз? Жоқ. Мына жақын жерде бір бутик бар, абайнос деген. Насыбайлар жақсы, тілдің астына салсаң жақсы тебеді. Вот, соны алып штраф төлей салсаңыздар, бүгін дұрыс болады. А какой это штраф? Я сам юрист. 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 Бітірдіңіз бе, жұмысты жасайсыз ба юристті? Жасайм. Ага. Отделениеға жүрсеңіз болады ма? Какое отделение? Вот біздің ар жақта беляши сататын кафешка, знаете? Вот, сол жерде бір кабинетіміз бар. Мы сами с города Көкшетау. Көкшетау. Көкшетауға сәлем, как говорится, вот, да? Вот, қош келдіңіздер, жігіттер. Бізде вот такое. Мен атым Алмас. Менің атым Марлен. Вот. Танысқаныма қуаныштымын, как говорится, да, вот. А Друг, да? документы? Ау. Сейчас документы. Я сейчас в туалет какать буду, просто этот, бумаги я хочу. Там в туалете закончились, вот, Все, как говорится. снимается, да, что-то, какой-то настраиваешь, да? Франки, Всё братцы. понятно. А где камера, покажи? Вот, прям вот, она талдың артында тұр. Қолдан айтпаңдар. Все, жеги, давайте. Пиздец, братан, ты прикольный. Все, давайте, удачного дня вам. Саламатсыздар ма? 1 минуттарыңызды алсам бола ма? 1 минуттарыңызды алсам. Түсіндіре салайыншы. Осыдан ровно бір айдан кейін ұлымды сүндетке отырғыздым да. Соның тойын жасап отырмын. Обязательно келіңіздер, шақырамын сіздерді. Келесіз ба? Қашан бар? Осыдан ровно бір айдан кейін. Бір айдан кейін кетем ғой, мен невестаңыз. Қостанайда боламыз. Қайықта боласыздар? Қостанайда. Қостанай? Иә. Сойқа барып жасай салам, нормальный ресторандар бар ма? Сіздер үшін барам, аға. Келіңіздер, аға. Аға, сосандай подарканы ұмытып кетпейсіздер ғой, құр қол келіп тұрмаңыздар, я, кішкене ақша келесіздер ғой, ақтай алсыңдар. Девушка, это вы пукнули? Вы пукнули? Да, мы. Да, вы? Это же общественное место, ну зачем вы пукнете? Мы не сдержались. Не сдержались. Вообще не пукнете, а? Носу жалко. Саламатсыз ба? Бір-екі сұрақ қойсам болады ма? Бір-екі сұрақ қойсам бола ма? Уақытыңыз бар ғой, 2 минутыңызды ала тұрайын. Сәлеметсіз бе? Менің есімім Алмас Есенхан. Біз жақын арада өзіңіз білесіз, қыс келе жатыр. Сол қысқа орай біздің Алмас ат жүн-нәски магазинімізге келіп, жүн-нәски сатып алсаңыз, қыз. Можно минуту. Здравствуйте. Здравствуйте. У вас есть разрешение В смысле? на самокат? Право есть у вас? Не понял, что это за прикол такой. Как прикол? Скейт. Меня зовут Алмас Құралович. Так. Я являюсь жануарларды қорғау мен оларды саясаттандыруға үйрету одағасының төрағасы вот. Директором являюсь. Здесь? Вот, да. Вот, смотрите. У вас есть разрешение вот здесь именно кататься? Я еду домой просто. Домой едете. Да. Вот, если домой едете, на руку возьмите свою вот эту вот. Я беру, он грязный просто. Чего грязное? Ну потому что там вода везде разбросана. Давайте, от я вот- фонтанов. Я вот на ней катаюсь, у меня вот, я могу вам показать даже. Ага. Он все грязный. Грязный. А вы не хотите и вы брать с руками, да? Вот давайте вот так сделаем. Я сейчас на офис звоню, чтобы они дали мыло. Я тебе мыл дам, Что, прямо сейчас? да. И потом домой пойдешь мылом. Сейчас я Да. мыть не буду. У меня дома. Держите на руку. Хорошо, на руках буду держать. Будете держать? Только тогда я сейчас, можно доеду? Нет, домой? прямо сейчас держите. Прямо сейчас. А то я вас суд подам. Вот, немедленно. Держите, я нервничаю. Хорошо. Быстро держите. Идите домой. Надо было сразу держать. А вы вот стоите тут. Ладно, буду держать. До дома держите. Я нервничаю. Есть аспирин. Хорошо.
Буду держать, клянусь. Все. Пока. До свидания. Брат! Брат, это пранк был. Да идите вы в жопу с вашими пранками, я чуть не опоздал. Саламатсыздар ма? Бір минуттарыңызды алсам болады ма? А? Аха, менің есімім Алмас Құралович. Мен қазір сіздерді қарап тұрмын. Мен сіздердің болашақтарыңызда қалай болады, не болады, алда сіздерде не күтіп тұр, барлығын көріп тұрмын. Ешқандай ақшаның керегі жоқ. Мен сіздерге қазір қалай екенін барлығын айтып беремін. Егер де тура айтсам, менің қазір визиткамды берейін, ертең маған хабарлассаңыздар, уже дальше платно будет. Вот смотрите, как тебя зовут? Нұржан. Нұржан. Сен атын Нұржан, да? Вот видишь? Уже да? Угадай. Сіз қызсыз. Аха. Сіз мына қыздың кішкентайсыз, жасыңыз да, вот. Жоқ. Қазір маскамен тұрсыз. Так вот, тыңдаңыздар. Мен сіздердің болашақтарыңызды қазір болжап беремін. Ертең қазір визиткам қазір. Ау. Ага. Мынау қыз ба? Это. Мынау бала. Ага. Вы смеетесь. Еще подождите. Артынан күлесіздер. Қазір күлмеңіздер. Ол ұят болады. Ау. Сізге күлмесін деп жатыр. Ага. Все. Ага. Ага. Все. Все понятно. Мен қазір айтып беремін барлығын. Так, сіздер дәл қазір тіке жүресіздер. Сау болыңыздар. Болма, ағай. Рахмет. Сау болыңыздар. Удачного дня вам. Спасибо. Чё? Чё? Конкретно мана. Не. Шучу, брат, это был пранк. Да, нормально, да, брат, да? Пранк это. Да, Нормально, а? Совершенно. Брат, я везде. Нормально все? Да, нормально. Это был пранк, брат, там тебя снимает. Ты не обиделся? Не обиделся? Всё Серьезно? И чё тогда, Ина? Есть она, Ина. Да я шучу, брат, давай. Қыздар саламатсыздар ма? Бір минут уақыттарыңызды алсам болады ма? Асып бара жатқан жоқсыздар ма? Короче, қыздар неда? Қазір не ғой? Күн суық болып тұр, и тем более жұқа киініп алыпсыздар. И онысы настроениеңіз болмай баратыр екен да. Бір минуттан настроениеңіз көтеріп беремін, анекдот айтып беремін, тыңдайсыздар ма? А? Корейше жақсы түсінесіздер ма? Қытайша ма? Чуть-чуть қой. Бар ма? Корейше, қытайша қайсысы? Айта бересің, түсініп аламыз. Қытайша айта берейін ба? Анекдот қытайша, короче, иә? Түсініп аласыңдар ғой, иә? Короче, 怎么是我就是那种，我是就爱做来什么谁有错太我da. Ей, тоқтасаңдаршы, соңғысын айтайын да, ана қыздың не істегенін айтайын да. Жаңа екі бала ше, сөйтіп кафеге шақырмай ма? Сөйтіп, сіңа оғашыңа туңайасы, ай, ұршыңа, сіңа шыңа. Түсіндің ба? Не? Қыздар, көздерің ауырып жатқан жоқ па? Маған қарап, мен сұлуымнан. Ондай ештеңе ауырып жатқан жоқ па? Мен сұлуымнан көздерің ауырып жатса, очки тағып алыңдар. Купите очки. А? Купите очки. Купить очки? Да. У меня денег нету. Я шучу. Ойна айтып жатырмын қыздар. Бір-екі сұрағым бар. Есіміңіз кім? Толғанай. Әңгіме былай. Толғанай, әңгіме былай. Вот, да, уже келіп тұр, да, вот. Әңгіме былай. Толғанай, жерлай. Асығып тұрсыз ба? Мен осы Алматы облысынан, Алматы қаласынан жануарларды қорғау мен оларға саясат тануды үйрету одағынан төрағасымын. ВД, как говорится. Вот. Біз қазір маска киіп жүрген адамдарды тексеріп жатырмыз. Сіздің маскаңыздың материалы қандай? Материалын білмейсіз ба? Аптекадан алдым, бірақ. Аптекадан алдыңыз. Аха. Материалын жақсылап біліп жүріңіз. Өйткені қазір кейінгі маскалардан вирус өте беретін болған. Сол себепті мен қазір ішіп алғам. Мен перегрін сезіп тұрсыз ба? Ха. Сезіп тұрсыз ба? Сезіп тұрған жоқсыз ба? Онда материал күшті. Сау болыңыз, күніңіз жақсы өтсін. Чего?
Чего? Нет, я смотрю камеру, если честно. Камера? Да. Какой камера? Давай, ближе к делу, я тороплюсь. Братан, ты меня не узнаешь? Нет, не узнаю. Я тоже тебя не узнаю. Отлично. Вот зачем мы разговариваем? Я не знаю, ты хочешь Ты меня что-то не мне- знаешь, я тебя не Ты знаю. хочешь- Почему? Просто мы люди, мы можем поговорить же. Нет, я же тебе не доверяю. А ты, может, воруешь сейчас мои бумаги? А я это бумагами сейчас как это буду в туалете? Ха-ха, не держи. О, дистанцию соблюдай. Ай, люди пошли. Все, Удачи. все. Сама тебе удачи. Ай, сам тебе удачи. Ай, молодежь, пошли вот. Привет. Прям вот не серьезно. Прям серьезно. Өте әдемісің такой. Мен серьезно. Мен просто қазір менде вариант жоқ. Мен екі балам бар да просто. Түсініп тұрсың ба? А то мен сенімен танысып, былай не істейтін едім да. Біліп тұрмын, мен сен маған сынып тұрсың, мен номерің бергің келіп тұрған бәрін біліп тұрмын тоже. Ондай керек емес, мен әйелім бар. Просто сен түсінші. Сен жігітім бар. үйіп тұрған әдемі бір отбасын құртайын деп тұрсың. Ты просто пойми меня. Мы не можем быть вместе. Ты понимаешь? Просто наша судьба два разные дороги. Ты на Меркі, я на Лугобой деген сияқты ғой, екі жерге. Ты на Чимкент, я Көкшетау деген сияқты, да? Мысалға. Да, вот. Просто комплимент хотел тебе. Да. Вот. Удачного дня вам. Вам тоже. Қыз саламатсыз ба? Сізді қалай атаған дұрыс? Қарындас, қыз, жише, әпше, тіршілік егесі, сүт қоректі. Қайсысы дұрыс? Қыз. Қарындас, қыз. Қыз қарындас, сәлеметсіз бе? Мен сізді қазір көріп тұрған өте қуаныштымын. Мен осы Алматы облысында азаматымын. Вот как говорится, да? Мен қазір... на русском лучше. На русском Да, выгодно, да? Имя существительное – это самостоятельная часть речи, которая обозначает признак предмета и отвечает на вопросы «кто» и «что». Да? А если точнее, можете? Вот, точнее, да? Я изучаю по русскому языку, сабақ беремін, вот как говорится, да? Вот. Но өзім құдай қаласа бір-екі аптада үйреніп алайын, вот сосын сабақ беремін. Жазыласыз ба? Нет, спасибо, я думала, что это серьезно. Орысшаңыз нормально ғой, да? Я рахмет. До встречи у тебя. Девушка, здравствуйте. Можно 1 минут займу вам? А? Что? Объясню просто, что такое это. Подождите, пожалуйста. Такое что? Ну, подождите. Ровно через месяц моего сына этот сүндет той будет. Сүндет той, знаете, что такое? У нас казахов сүндет той есть, мусульманов там отрежет этот. Знаете в это, да? У вас не отрежет, у нас отрежет. У вас не отрежет, я шучу. Вот, через месяц у меня сына, это той будет, мероприятие, короче. Приглашаете? Да. Обязательно приходите. Вы шутите? Что обязательно? Не шучу, серьезно, обязательно проходите. Сразу говорю, у нас... Нет, это просто так, это листочек просто, вот здесь. Что тут написано? Тойға шақыру, той иесі Абзал Гүлім. Через месяц гранд холли будет. У нас в тое 1+ есть, после тоя сахар можете забрать. У вас сахар? Сархат. Сархат. Всё, Знаете поняла. сархат, что Конечно, такое, да? конечно. Там конфетик, мафетик, все хотите. И обязательно 10 тысяч. Это Вот- типа, вот в чём. ой, привет, вот поздравляем, типа, вот так дадите 10 тысяч. Обязательно, Да, ага. хорошо, Не забудьте, спасибо. ладно? А то той өзі знақтамай алады, қыздар түсінесің, ага. Всё, рахмет. Все, давайте. Брат, ассалаумалейкум. Есімің кім, брат? Казбек. Бір-екі сұрақ қойсам бола ма, брат? Уақытың бар ма? 1 минутыңды бөлші, иә? Есімің кім дедің? Казбек. Қазбек, аха. Мен осы Алматы қаласының кеше ғана сайландым, психолог болып сайландым. Алматы бойынша, сол психологтардың төбесінен қараймын. Қазір өзіңді қалай сезініп тұрсың? В принципе, нормально. Аха, азында тұрған кезде не ойлайсың? В целом, я не знаю, я доволен жизнью. Да? Барлығы күшті ғой, да? Азында тұрған кезде тісіңді жуасың ғой, қышытпай ма? Нормально, да? В целом, да? Вот. Сен өмірінде өзіне бір рет болсын сұрақ қойдың ба? Мен кіммін? Мен не істеп жүрмін? Бұл ғаламда мен вообще қандай орным бар деген сұрақ қойдың ба өзіңе? Да, задавался таким вопросом. Давай, я тебе задавай. Кто ты в жизни? Чем занимаешься? Что ты делаешь? Вообще, что потерял в вот этой жизни? Очень трогательно, да? Ты об этом подумай.
Завтра приходи здесь, жауабыңды бересің. Танысқаныма қуаныштымын. Алмас Құралович, жолыңыз болсын. Сәт сапар. Достар, сонымен қатар менің Instagram парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Мен ол жақта пранктан бөлек, басқа да өзгеше қызықты видеолар салып отырамын. Ёш? Извините, здравствуйте. У вас есть этот песня такой, жүрегімнің ішіндегі жүрегім Сәкен Майғазиев? Вообще на казахском не знаю. Не знаете эту песню? Только на русском, да? А этот, русская народная песня. Ой, мороз, мороз, не мороз меня, не мороз меня. Не знаете? А термин не знаете, да, по-казахски? Қаусаған қасіретті қара шалмын. Деп. Такой мотив просто. Не знаете? Подожди. Рваная, подожди. Не, извини, просто еще такой арабский есть. А такой не знаешь? Могу подыграть. Можешь? Да. Тогда я петь, да? Да. Давай. Заебись. Заебись? Да. Все, спасибо, девчонки. Классно. Оке, извините, можно вопросы задать вам? Меня зовут Есенхан Алмас Құралович. Вам по-казахски или по-русски? Қазақсыз ғой да? Мен Алмас Құраловичпін. Мен осы Алматы облысы, Алматы қаласындағы жануарларды қорғау одағасының төрағасымын. Вот, как говорится, да? Вот. Қазір сіз очки тағып барасыз, күн артыңыздан ұрып тұр. Сіз қалай ойлайсыз? Күнге қарай жүрген кезде киген дұрыс па? Очки дәлде күнге қарамағанда жүрген кезде сізге дұрыс деп ойлайсыз ба? Неге сұрап отырсың? Тоқтай тұрыңыз. Мен сізге қайда сұрақ қоямын, сіз тоқтаңыз, маған жауап беріңіз, да? Вот. Күнге қарсы. Күнге қарсы жүрген кезде очки тақсаңыз, мен сізге келмейтін едім. Ал сіз қазір күннен былай қарай күн артыңыздан ұрып тұр. Ал сіз очкиді тағып алғансыз. Өтінемін, очкиіңізді шешіп жүрсеңіз. Ау, көре алмай тұрмын сізді просто. Ау, жоқ, ондай мағынада емес. Мен сізді көре алмай тұрмын. Жыным келіп тұр сізге, чтобы күшті очки тағып алғаныңызға. Өтінемін, очкиіңізді шешіңізші. Вот, вот, теперь нормально. Саламатсыздар? Сәлеметсіз. Ассалаумағалейкум, бауырым. Есіміңіз кім? Аслан болады. Аслан. Аяғыңыздағы сары нәскиіңізді қайдан алдыңыз? Қаладан алдым. Рұқсаты бар ма? Рұқсат бар ма? Рұқсат? Да. Мен есімім Алмас Құралович. Вот біз Алматы облысының жануарларды қорғау одағасының төрағасымын. Оның не қатысы бар нәскиге? Рұқсатыңыз бар ма? Жоқ. А сіз заңды білесіз бе? Жануарға нәскидің не қатысы бар? Жоқ, мен жануар туралы айтып жатқан жоқпын. Енді. Заң туралы білесіз бе? Білмейсіз. 14-ші баптың 44-ші тармағында Прикол оставаться, пранк қой, брат. Шыдаймай кеттім. Ар жақта камера тұр, брат. Пранк қой. Мен шыдаймай кеттім. Давай, брат.